Скай, сенің келгенің жақсы болды. Қалашықтарың қалай? Айта бер. Рахмет, Бон мырза, барлығы жақсы. Өзіңіздің жағдайыңыз жақсы ма? Өте жақсы. Сол теңізге барсам деп жоспарлап отырмын. Мені жіберіп жатыр. Ой, жаныңдағы кім? Бұл менің досым ғой, Локи. Локи, танысып қой. Бұл Бон мырза. Сәлеметсіз бе? Сіздер жақта барлығы тым үлкен. Өте үлкен екен дегенім ғой. Мен мүлдем басқа әлемге тап болғандаймын. Сәлем, Локи. Осында тұр да қозғалма. Скай, сені 1 минутқа болады ма? Мәссаған, маған сенің білдей бұланды қалаға қалғай алып келгенің қызық болып тұр. Сен тасымалдаудың барлық шарттарын бұздың ғой. Бон мырза, сіз мұнда қашаннан бері тұрып жатырсыз? Ал бұл қаланы қашан соқты? Ал мынау үлкен шыныдан жасалынған не екен? Мынау... Локи, күте тұршы. Біз қазір... Кешіріңізші, мен оған сіз туралы, сізді сағынғаным туралы тым көп айтушы едім. Сосын ол менің осында келуіме себеп болды. Енді міне келіп тұрмыз. Егер қаласаңыз, біз тап қазір кері қайтамыз. Дереу түрде. Кері қайтады. Ал сен оған біздің қаланы көрсетем деп уәде берген бе едің? Және сізбен таныстырамын деп те. Жақсы, бір нәрсе ойлап табамыз. Локи, бұл әуежай. Біз ұшу жолағында тұрмыз. Бұл жерден басқа маңға ауысқанымыз абзал. Міне қызық, маған Скай айтып берген. Бірақ мен әуежайды бұндай деп елестетпеппін. Тіпті таң қалып тұрғаным-ай. Қонжық, таңырқайтын еді, кірпіде мұндай деп елестетіп көрмеген-ау. Оқу басқа, көзбен көру мүлдем бөлек екен ғой. Айтпақшы, Сали бұл әуежайды көрген бе? Келесіде барлығын осында алып келу керек. Локи, ол мүмкін емес. Себебі ол үшін рұқсат керек. Және арнайы тасымалдау құрылғысы. Уайымдамаңызшы, Скай. Олар саған өзіңді алып келуге рұқсат береді. Мен оларға айтып берем. Мұндай ғажайыпты көзбен көру керек. Ал құрылғыны жасай саламыз, Бон мырза. Сен түсінбедің. Қазір айтып беремін. Сен қандай ақылды баласың, Локи. Балалар, кәне, сендер ойын ойнауға дайынсыңдар ма? Мен сендерге бір қызық ойын дайындап қойдым. Бұл ойында сендер 5 санына қосу және азайтуға байланысты амалдардың жауабын табып, оны сәйкестендіру керексіңдер. Яғни, балалар, мына бір суретке қараңдар. Бұл жерде бұлтта 5 сан жазылған. Алдында қандай таңба тұр? Қосу, яғни біз, балалар, үстіндегі сандарды 5-ке қосуымыз керек. Астында жауаптары жазылған. Бірақ жауаптары шатасып, орындары ауысып кетіпті. Ал сендер, балалар, осы жауаптарды дұрыс табуларын керексіңдер. 1 қосу 5 неше болады, балалар? Кәне, дұрыс айтасың, жауабы 6. Ал 6 деген санымыз қайсы екен? Міне тұр, жақсы. Яғни 1 мен 5 санын қосқанда жауабы 6 болады. Жақсы. Келесі 2 қосу 5 тең болады 7. 7 санымыз міне тұр.
яғни 2 санын біз 7 санына әкеп сәйкестендіреміз. Жақсы. Келесі 3. 3 қосу 5 тең болады неше балалар? 8. Өте жақсы. 8 санын тауып, оны сәйкестендіреміз. Келесі 4 қосу 5. Неше болады балалар? Дұрыс. Жауабы 9. Жауабын біз сәйкестендіреміз. 9 саны. Келесі 5 қосу 5. Неше болады балалар? 10. Өте жақсы. 10 санымен сәйкестендірдік. Жақсы. Барлық сандарды 5-ке қостық па? Қостық. Жауаптарын таптық па? Жақсы балалар. Енді келесі балалар, біз азайту амалын орындайық. Яғни сандарды 5-ке азайтамыз. Қандай сан көріп тұрмыз балалар? 6. 6-дан 5-ті азайтсақ неше болады? 1. Дұрыс таптыңдар. Ал 1 деген санды кәне жауаптарынан табайық. Қайсы? Дұрыс 4 пен 3-тің ортасында тұр. Енді 6 санын 1 санына әкеп сәйкестендіреміз. Келесі 7. 7-ден 5-ті азайтсақ неше болады балалар? 2. Өте жақсы кәне 7 санын 2 санымен сәйкестендірейік. Келесі балалар бізде 8 саны. 8-ден 5-ті азайтсақ неше болады? 3. Өте жақсы. 3 деген санымыз мына бір шетте тұр. 8 бен 3-ті сәйкестендірдік. Келесі 9. 9-дан 5-ті азайтамыз. Неше болады? 4 болады. Жақсы, 4-ті таптық. Енді сәйкестендіріп сызбамызды қосамыз. Келесі балалар 10. 10-нан 5-ті азайтсақ неше болады? 5. Өте жақсы. Оны да әкеп сәйкестендірдік. Жақсы балалар, біз қосу және азайту амалдарын орындадық. Жауаптарын сәйкестендіріп таптық. Жарайсыңдар. Енді балалар, кәне біз 5 санының құрамын есімізге түсірейік. Қандай сандардың қосындысы 5-ке тең? 1-ге нешені қосамыз? 4. 1 мен 4-тің қосындысы 5-ке тең. 2-ге нешені қосамыз? 2 мен 3-тің қосындысы 5-ке тең. Ал 3-ке нешені қосамыз? 3 пен 2-нің қосындысы 5-ке тең. Және де 4 пен 1-дің қосындысы 5-ке тең екен. Жақсы, енді балалар керісінше 5-тен азайтып көрейікші. 5 пен 5-ті азайтсақ неше болады? 0. 5-тен 1-ді азайтсақ 4. 5-тен 2-ні азайтсақ 3. 5-тен 3-ті азайтсақ 2. 5-тен 4-ті азайтсақ 1. Өте жақсы балалар. Сендер 5 санның құрамын жақсы біледі екенсіңдер. Жарайсыңдар. Осындай тапсырмаларды сендер де өздерің құрастырып көріңдер. Бон мырза, сіздің маған көрсеткендеріңіз бен айтқандарыңызды есіме сақтап қалам деп барынша тырысып тұрмын. Денем тітіркеніп, таңғалғаным әлі басылмай тұр. Біздің қаланың саған ұнағанына өте қуаныштымын. Рахмет, Бон мырза. Мәссаған, өз-өзіме енді келіп жатырмын. Бон мырза, сіздің қалаңызға не жетпей тұрғанын білесіз бе? Жоқ, білмейм. Мен бізде барлығы бар деп ойлаппын. Сенің айтайын деп тұрған ұсынысың өте қызық боп тұр. Иә, сіздерде көліктер, жолдар, ғимараттар, тіпті ойын-сауық орталықтары өте көп. Үлкен қарбалас, жылдамдық, барлығы бір жаққа шығуда, тыныштық аз екен, құстардың даусы естілмейді. Біздің орманымыз жоқ, бір жайлылық жетіспейтіндей. Сен дұрыс байқадың, Локи. Менің расында тыныштық дегенді ұмытқаным қашан. Бон мырза, бізге келсеңізші, орманда болмадыңыз, ал ол біздің қалашыққа жақын орналасқан. Сен қандай ақылдысың, Скай, кірпісінді, расында бізге келсеңізші. Мен сізге орманды көрсетем, өзенге барамыз, балық аулаймыз, құстардың үнін тыңдаймыз.
Локи, сен мені қызықтырып жібердің ғой. Болды, бара салам. Бізбен бірге барсаңызшы. Сендермен бара алмайым, басқа бағытқа шуым керек. Ал, сонда қашан келе аласыз? 2 күн жөндеу жұмыстарына кетеді, сосын кезекті шу рейсі, одан кейін жұмыстарым бар. Оған 3 күн уақыт кетеді, ал қайта жолда сіздерге соғам. Жолды білемін. 2 қосу 2, оған қосу 3, болады жалпы 7. Сонда Бон мырза, сіз бізге 7 күннен кейін келеді екенсіз ғой. Мәссаған, айттым ғой, сен біздің кірпі сияқты өте ақылдысың. Ал балалар, маған кету керек. Сау болыңдар, сендерге міндетті түрде келемін. Уәде беремін. Сізді асыға күтеміз, мырза. Локи, сен сондай тартымдысың.